Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 10-шы сабақ дыбыс үндестігі тақырыбын өтетін боламыз. Сабағымызды бастаймыз. 42-ші жаттығу. Суретті сызбаға қарап, мәтіннің мазмұнын болжа. Мәтін не туралы? Балалар, бұл суретке қарап, мен мәтін құрттың көбелекке айналуы туралы деп ойладым. Олай болса, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Өлеңді мұқият тыңда, өз болжамыңның дұрыстығын тексер. Енді ғана ұшқаным, мені неге ұстадың? Дәу көбелек болғанша, жүріп өтем жолғанша. Деп көбелек шақты мұң, баса алмастан аптығын. Жұмыртқадан жаралып, жапырақтан нәр алып, жұлдыз құртқа айналдым, бой түзедім таранып. Қабықтарым алғашқы бірнеше рет алмасты. Кие бермей әлдене, еліктедім сәнгеде. Жамылғы орап сыртыма, енем сосын ұйқыға. Күнде өсіп толамын, қуыршақта боламын. Көбелек боп жетіліп, қанатымды қағамын. Мың құбылған түстенем, жарысамын құспенен. Балалар, бұл өлеңнің авторы Бекен Әшенов. Мәтінге ат қой. Қарамен жазылған сөздерге жалғау не себепті бірде жуан, бірде жіңішке жасалған. Балалар, біз мәтінге көбелектің өмірі деп ат қойсақ болады екен. Ал қарамен жазылған сөздерге жалғау не себепті бірде жуан, бірде жіңішке деген сұраққа бұл жерде бізде қарамен жазылған сөз жұлдыз құртқа деген сөзде. Енді жұлдыз құртқа деген сөз бұл қос сөзде, балалар. Бұл сөз буын үндестігіне сай келіп, бірыңғай жаңағы жуан болып айтылып тұр, жұлдыз құртқа. Яғни бұл сөз буын үндестігіне сай келеді. 43-ші жаттығу көп нүктенің орнына тұсындағы қосымшалардың тиістісін қойып жаз. Табиғаттың ғажайыптары, көкектің дауысы, ауылдың маңы. 2-ші, қырманға бару, мектепке келу, қуыршаққа кигізу, кемеге міну. 3-ші, үлкендерден үйрену, жіптен тоқу, матадан тігу. Түбір сөздің соңындағы және қосымшадағы бірінші дыбыстың астын сіз, олардың қандай дыбыс екенін айт. Содан кейін қорытынды жаса. Балалар, қараңыздаршы, мысалы, табиғаттың ғажайыптары деген бірінші сөзді алайық. Бұл жердегі табиғат сөзінде соңғы әріп т қатаң дауыссызбен аяқталып тұр, түбірі. Енді оған жалғанған тың қосымшасы да алғашқы әрпі т. Демек, түбір сөзге жалғанған қосымшада түбір сөзге үйлесіп жалғанады екен. Ендеше балалар, мына ережеге назар аударыңыздар. Дауыссыз дыбыстардың бір-біріне ықпал етіп, өзара сәйкестеніп айтылуын дыбыс үндестігі деп атайды. Мысалы, қаздар, тастан, қабы. Келесі жаттығуға назар аударыңыздар. 44-ші жаттығу суреттегі зат атауларын үш жақта тәуелдеп айт. Балалар, суретте бізде күшік, топ және тауық берілген. Ендеше осыларды үш жақта тәуелдеп айтатын болсақ. Күшік, бірінші жақ менің күшігім, екінші жақ сенің күшігің, үшінші жақта оның күшігі. Топ, менің тобым, сенің тобың, оның тобы. Тауық, менің тауығым, сенің тауығың, оның тауығы. Енді тәуелдік жалғау жалғанған кезде түбір сөздердің қандай өзгеріске ұшырағанын айт дейді. Балалар, егер де сөз қатаң к, қ, п дауыссыз дыбыстарының біріне аяқталып, оған дауысты дыбыстан басталатын қосымша жалғанса, к, қ, п дыбыстары өзгеріп, ұяң г, ғ, б дыбыстарына айналады. Келесі балалар, 45-ші жаттығу сөздерді оқып, көшіріп жаз. Басшы, сарыарқа, досжан, теңізші, жазса, түнгі, ашса, сөзсіз сөнбеді, жанбады.
Сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстыр дейді. Балалар, қараңыздар, сөздердің айтылуы, мысалы бір сөзді алайық, иә? Басшы сөзінің жазылуы басшы болады, айтылуы басшы. Бозжан сөзінде бозжан болып жазылады, бозжан болып айтылады. Балалар, қараңыздар, жазылуы сарыарқа, досжан, теңізші, жазса, түнгі, ашса, сөзсіз, сөнбеді, жанбады деп жазылды, иә? Осылай жазылғанымен дыбыс үндестігі ықпал етіп, әріптер бір-біріне ұқсас айтылады. Енді сарыарқа, сарыарқа, досжан, досжан, теңізші, теңізші, жазса, жазса, түнгі, түнгі, ашса, ашса, сөзсіз, сөзсіз болып кете береді екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.